Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай карамельді қыз тортын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, тұз, сары май, қоюлатылған сүт, ұн және қопсытқыш. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, тұзды салып, миксермен жоғарғы жылдамдықта көпіріп ұлғайғанға шейін жақсылап араластыратын боламыз. Қоюлатылған сүт пен сары майды біріктіріп, біркелкі болғанға шейін блендермен араластырамыз. Сгущенка өте қою болған жағдайда 1-2 ас қасық сүт қосуға болады. Енді ұнға қопсытқышты қосып араластырып, жұмыртқа массамызға кезекпен сала отырып араластыратын боламыз. Міне, қамырымыз дайын болды. Осындай көріп тұрғандарыңыздай сәл сұйықтау болу керек. Мен қамырым піскенде жабыспас үшін тефлон қағазына пісіретін боламын. Егер де тефлон қағазы болмаса, сапасы жақсы пергамент қағазын қолданыңыз. 20 диаметрлік қалыпты алып, 3 ас қасық қамырымызды құйып, тегістеп жаймалап шығатын боламыз. Қамырымызды противенге салып, қызып тұрған 220 градуста пеште 7-10 минут пісіріп аламыз. Темір торда суытып, керек форманың көлемімен кесіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Суық сливкеге қант ұнтағын қосып, миксермен жоғарғы жылдамдықта қою болғанға шейін араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Мен тортым түзу болу үшін осындай қалыпта ацетат пленкасын салып, тортымды жинайтын боламын. Тортым дәмді әрі нәзік болу үшін кремді көптеп салдым. Осылай крем корж етіп, тортты толықтай жинаймыз. Тортымыз толықтай жинап шықтық. Енді тоңазытқышқа 5-6 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Тортты тоңазытқыштан шығардым. Қалыпты шешіп, енді креммен тегістейтін боламын. Сливки және қант ұнтағы қосылған креммен тегістеп әсемдеймін.
тортты өз қалауыңызша жеміс жидекпен немесе тәттілермен әсемдесеңіз болады. Бұл торт тапсырысқа жасалған соң кесіп көрсете алмаймын, бірақ міндетті түрде жасап көріңіздер. Торт өте нәзік, жеп-жеңіл болып шығады. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.